Ғашығым бегіма, бегіма, бегіма. Асылым меніңа, меніңа, меніңа. Раймалың болайын сеніңа, сеніңа. Бегіма, 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 бегіма. Қарала, қарақат көздеріңмен жүректі жараладың кенеттен, қайтейін көк көректі естіңа. Қалғанда бір мен үшін жарала керемет сезім беріп мағанда, сен менің тереңіме жеттіңа. Байқатпай ақырын қарап шығып, ендігім бар ойды азап қылып, ұнатып қалғанымды сездің Асылым сездің-а, сездің-а, сездің-а. Жүректі ездің-а, ездің-а, ездің-а. Асылым бегіма, бегіма, бегіма. Бегіма, бегіма, бегіма. Ұятың жоқ екен сен. Қай бетіңмен келді? Дина, кешірші, бәрін түсіндірем. Бір мүмкіндік берші. Мен сені жақсы көремін. Мені жақсы көресің бе? Неше адам жақсы көре аласың? Бағданыма сол күні бір титтей ішіп қойғаным бар еді. Марат, мен сені сүйдім. Саған сендім. Адал болдым. Дина, сол сенімімді ақтаймын. Былай жасайық. Жігітше уақыт өте берем. Бұндай жағдай ешқашан қайталанбайды. Қайталанбайды әрине. Не? Өйткені бәрі бітті, Марат. Сені көрмес үшін Нұрсұлтаннан кетіп қалдым. Сондықтан мені мазалама. Екінші рет көзіме түсуші болма. Қош бол. Жаныма шашатын сәуле, боп жүреді мен үшін әуре, барасың, жанасың. Дина әпше, бәрі дұрыс ба? Күлкінге ғажайып ағылған. Сенің әпше дегеніңе де үйрендім ол. Айбеттеңіз әпше. Қайда білен кеше жұмысқа келмегенге ауырып қалды ма деп, мына біздің Шымкенттің күні біржіп тұрады қостайық сон. Уайымдаған түрім ғой. Жоқ, бәрі жақсы. Кеше Абылай мен ауылға барып қайтқан. Абылайға мен ба? Негізі Шымкенттің өзі ғана емес, айналасы да әдемі екен ғой. Оныңыз рас енді. Шырайлы шымғалады бекер айтпаған ғой. Не істедіңіздер ауылда? Құрт май жедік. Таңғы асқа сүт іштік. Ыстықнан мен сарымай деген. Жиегім келіп кетті енді. Иә. Абылайдың ата-анасы өте жақсы адамдар екен. Анасының жүзінен мейірім төгіліп тұр. Абылайдың кімге ұқсағаны белгілі. Оныңыз рас енді. Дұрыс айтасыз, жақсы адамдар олар. Алдын офиске де келген.
талай ауылда ана той томалақ отырыстарда дастархандасып болғанбыз. Жақсы адамдар. Жалпы Қазақстан деген өте сондай бір жер жанаты ғой, а? Нағыз туристік жер. Тек сервисті дамытсақ болғаны ғана. Айтпаңыз. Бір ғана Шымкент пен Түркістан облысының өзінде қаншама қыдыратын жер бар. Соғы. Ақмешіттен қандай әсер алдың? Сізге жалпында Түркістан облысы ұнаған сияқты ғой әпше. Негізі біз өз елімізді өзіміз әлі қадірлемейміз ғой. Өзге елге асығамыз. Не дейді Құдай-ау? Мына сіздің сөздеріңізді алып, көшедегі баннерлерге жазып қою керек қой. Дина әпшенің сөздері деп же. Дина Мұратқызы. Ой, кешіріңіз. Дина Мұратқызы әпшенің сөздері деп же. Қазір мына музыканы қойып қояйын. Қалай, машинадағы температура жақсы ма әпше? Ой, бәрі керемет, Нұржан. мінезі көркем, қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Еду ғашықтар, мен бада болмас. Абылай қайда жүрсің? Міне дегелі 1 сағат болды ғой. Күнде осы сенікі. Отырсаңшы Сәбира, көп сөйлемей тағы да. Қалайсың? Жақсы. Не қылып кешіктің? Кеттік. Есжан атам қалай? Жақсы, шүкір аман есен. Апам білесің ғой, үйлен деп қашан барсам. Әкем ауруында сонымен бойдақтығымен байланыстырады. Әрине. Енді Абылай сені ренжіме бірақ бар ғой. Сенің үйленетін кезің келді. Аяна Асқарды қарасаңшы. Ерте үйленіп сол дұрыс жасады. Баласын өзі 15-ке келді. Сен болсаң әлі жүрсің. Сәбірген, сен бастамаш. Басқа енді сенің мені түсінетін жөнің бар ғой енді. Ой, сенің өмір бақи түсініп келеміз ғой. Енді әрекет етсекші. Әрекет? Сәбира үйретші ма, әрекетті қайтып істейді. Бірдеңке айтса үстіп сен далаға сөйлеп кететін не? Айтпақшы, Дина қалай екен? Енді кеше жақсы болды, бүгін білмеймін. Бұл не бұл? Саған маған сырға, Динаға бересің. Мен Динаға сырға? Қой, Сәбира. Тө, Абылай, осы сендер еркектерді кейде түсінбеймін. Кішкене батыл болу керексің ғой арасында. Батыр. Ұстама. Қоймадық әке. Енді әрекет етпесең, Абылай, бұл қыздан да айырылып қаласың. Әкеме шаршадым. Ой, не істеп шаршадың сен? Ұста болды. Қайты шықпады. Мені анашым бизнес үйренсін деп жіберді. Соны үйретіп отқан жоқ бұзы. Шымкенттің салқын сарасым. Алло? Иә? Мен Асқар Төлегенұлы. Иә? Ескі қала жобасын жасап жатырмыз. Инвестор? Іздеп жүрміз. Олай болса, мүмкін түскі асты бірге ішерміз? Қалай қарайсыз? Я білем. Болды, келістік. Ай, балам. Жарайды, мен кеттім. Сен балам ана Сәуленің қасында қала бер. Жақсы. Мен бір жерге барып көргім керек. Сәуле. Ана жұмыс бітпей кетті ғой вообще. Эсеріп қой отыр жұмыс. Не қылдыңдар кеше? Кеше түнгі 3-те жаман ерте кетіп қаттым ғой мен. Не ана жұмахан болатын жігіт па, болмайтын жігіт па?
қойшы сол жұмаханды. Мыңқ-мыңқ деп жүр ғой әлі. Өзіңдікін айтшы лучше. Кеше нерма деген жігітпен сөйлескен. Келесің ба, келмейсің ба дедім. Ата ертең кешке кетіп баратын Түркістанға дегенсің ол. Қыздар, әңгімені қоямыз да жұмыс жасаймыз. Андағы документ алып келші. Міне. Рахмет. Иә, қазір әлеуметтік желілерде өмір сүре алмайтын күнге жеттік. Оның үстіне YouTube үлкен мүмкіндіктер алаңы. Қазақстанның өзге өңіріне Шымкентті жақынырақ таныстыра аламыз дегендей. Саған Нұржан бәрін көрсетті ғой. Иә. Міне, енді бізге бір тек жақсы түсіре алатын бір топ табу керек, түсірілімдік тобын табу керек. Ана Ербол бар емес пе? Соған айтқам. Режиссері Ербол ма, өзіміздің? Көмектесуге дайын. Өте жақсы режиссер. Өзінің кішігірім түсірілімдік тобы бар. Бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Сенімді маман. Иә. Онда сен хабарласып қой, мен өзім кездесем онымен. Әрине. Жақсы болды. О, жұмыс қызып жатқан сияқты. Аскарик. Менде бір керемет хабарым бар. Мен инвестор таптым. Қойшы. Мен барып қазір кездесем, бүгін шегесіне дейін сөйлесіп аламын. Мен барып сөйлесіп. Аскарик! Бұйрығында Аскарик! Аскарик! Амина, мен осы құр босқа бекер уақытым жоғалтып жүрген жоқпын ба? Тағы не болды, Майра? Өткенде Нұржанға айтқан ғой, үйленейік та деп. Сөйтсем, міне жақында, осы жақында өйтеміз, бүйтеміз деді. Сол үй жоқ. Өстіп жүре береміз ба енді? Нұржан екеуің кездесіп жүргендерің кеше ғана емес пе? Қайда кеше? Бір жыл болды ғой, кеше атап өткен жоқпыз осы жақында. Жұрттардың менен кейін шыққан подругаларымның уже көтеріп босанайын деп отыр ғой жақында. Түсінбеймін. Тұрмысқа олай тез асығып неге шыққыларың келеді. Бойдақ болың күшті ғой. Ай дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Не істеймін, не жеймін, қайда барам деп ойламайсың. Енді сен сияқты типаж, сен сияқты қыздардың арманы ғой. Мен кішкентай кезімнен арман, не дейді? Бақытты ана, аяулы жар. Сондай болды армандадым да мен өзім. Күйеуге шықсам, тұрмысқа шықсам, ана болсам, сол ғой мен бар арман негіз. Майра, қандай банальныйсың сен? Ой, банальный, білмеймін, бірақ осы биылғы целым қалай да болсын, каким-то образын күйеуге шығу керек маған. Онда Нұржан айт, маған не ақыл дейсің? Ой, маған не ақыл дейсің, ұрсып бергеніз ақылдасып отырмын да сенімен. Не деп айтам мен оған? Былай да айттым, олай да айттым, жанынан айттым, астынан айттым, бүкіл нәрсені айтып отырмын. Түсінбейді намекті. Онда Майра, бәрін өз қолына ал да, ұсынысты өзің жаса. Ұсынысты қолыңа ал дегеніңіз? Өзің ұсыныс жаса деп тұрсың ба сонда? Иә да. Ой, біздің Шымкенттің қыздарына ондай жат ғой, позор ғой, позор. Мен сол өзім жасап тұрайын ба? Енді басқа вариант көріп тұрсың ба? Көрем сонда. Өмір осымен тоқтап қалмайтын да. Бір шүйге бас табылар, мен де алатын. Соған жалынып қалды дейсің ба? Көреміз енді. Айттық қой, былай да айттық. Намекті былай тастадық, былай тастадық. Алса алсын, алмаса қойсын, айналайын мен деген. Мен сияқты қыздар талай жігіттердің арманы. Дұрыс па? Мен арманым ғой, талай жігіттердің. Дұрыс. Дұрыс деп айтпай, дұрыс деп айтсай кәдімгідей. Дұрыс, бәрі дұрыс. Жасамаса жасамай қойсын ұсынысын. Миңғиға айналып, миңғиға айналып, миңғиға айналып, миңғиға айналып. Менің есімім Асқар, Шымлаев компаниясының директорымын. Менің атым Марат, танысқаныма қуаныштымын. Таяуда ғана Нұрсұлтаннан келдім. Қазіргі таңда Шымкент республикалық қалалық болғандықтан көп қаржы тартылуда. Мен де бос жатпай келіп қалдым. Жақсы, өте жақсы. Біздің компания әртүрлі жобалармен айналысады. Солардың ішінде ең ірісі ол ескі қалаға байланысты жобалар. Ол жоба әлі біздің қолға түскен жоқ, бірақ
Біздің шығармашылық топ мықтыларынан құралған топ. Сондықтан осы жоба біздің қолымызға тиетініне еш күмәніміз жоқ. Ал сіздің инвестицияларыңыз беймарал еселеніп қайтып келеді. Уайымдамаңыз. Асқар, сіз мені түсінбеген сияқтысыз. Мен инвестор емеспін. Түсінбедім. Қалай? Мен сіздің компанияңыздың жартысын сатып алып, серіктес болғым келеді. Мәке, рахмет әрине, бірақ мен ондай шешімді жалғыз өзім қабылдай алмаймын. Мен компаньондарыммен ақылдасуым керек. Неге шеше алмайсың? Бастық сен. Бүкіл мәселелердің барлығын шешесін сен. Ондай ұсыныс күнде түсе бермейді. Әрине. Ойланыңыз, Асеке. S'il te plaît. Est-ce que tu parles français? Oui. Moi aussi. Мен кішкентайымнан Францияны қатты жақсы көремін. Тілін жаттап, тарихын қарап дегендей. Бірақ әлі Францияға барып көрмеппін. Уақыт жоқ. Ей, жақсы да. Нар тәуекел. Келістім. Аблай. Дино! Ескі қаланың мобильді қосымшасын жасайық. Мынауский идея. Солай ма? Иә. Ішінде карта болсын. Өйткені қалашық үлкен ғой. Иә. Ішінде қай жерде не бар екен адамдар түсінбейді. Ал егер де карта болса, бәрі түсінікті, әлі анық болады. Және ішіне аудиогид қосу керек. Қысқадан нұсқа. Қысқа аудиогид. Керемет идея. Ай, оған қаражат керек. Біршама қаражат керек. Асқар бір инвестор таптым деді. Сол сметаның ішіне бәрін қосып жіберсек. Қатып кетеді, мен Сабираға айтам, құжаттар дайындап қояды. Сен шымкентский вариант үйреніп алсың ғой. Жоғарда не бар? Қарбалаштың ұясы. Bonjour. Отағасы? Көңіл күйіңіз жақсы ғой? Иә, күшті. Инвестор табылды ма? Одан да жақсы. Серіктес таптым. Қалай серіктес? Компания Аблай екеуіңдікі емес пе? Иә, мен соның 50%-ын сататын болдым. Аблай оны біле ма? Жоқ, әлі естіген жоқ, сосын айтам ғой енді. Құта, Асқар. Енді? Ол адам қайдан келген? Нұр-Сұлтан қаласынан. Сонда қайдан біледі ол сенің? Нұр-Сұлтанда жүріп сенің компанияң туралы. Енді телевизордан көрген шығар. Өткенде біз туралы сюжет көрсеткен жоқ па? Содан көріп болды. Сонда Нұр-Сұлтаннан келіп сенің кішкентай компанияңа қолдау жасамақшы ма? Қашаннан бері менің компаниям сен үшін кішкентай болып қалған. Жоқ нәрсен бастамаңдаршы. Асқар. Сонда да сенің орында болса, мен ол адамға сенбес едім. Күшені бұлай сақ болшы. Ой, қойшы. Қайдан білесің қандай ой бар екен? Күшті ойы, күшті. Тарам, форум, тарам, пам, парам, пам, парам, тарам, пам, тарам, пам, ла-ла-ла-ла. О, Мәке, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Ал, осы біздің ғимарат, осы біздің кеңсе, біздің лифт. Жақсы, қош келдік. Негізі, Мәке, біздің компания жайында қайдан естідіңіз? Оп.
Кіріңіздер. Бір танысымнан. Сендердің компаниялардың болашағы зор. Яғни біздің компаниямыздың болашағы жарқын деген соң. Ойланбастан қаржы салуға шешім қабылдадым. Дұрыс, бұл біздің де компания үшін үлкен бір алға деген бір қадам. Әріс, шықшы. Адам көйіп кетті. Шық деймін. Сен де бауырым шығасың ғой деймін. Кеттік. Жалпы Шымкент болашақтың қаласы ғой. Иә. Қазір бәрі дамып жатыр. Иә, әрине. Енді киноиндустрияны дамытуға болады. Инфраструктура дамыған. Әрине. Өзіміздің тұрысымызда кино болып тұрмын. Оны да ойлану керек. Келемеймін. Қош келдіңіз. Вуаля! Әдемі ақ көрініс. Иә. Дина, Елордадан біздің Шымқалаға не үшін келдің? Асқар мырза маған хабарласып, ұсыныс жасаған кезде жалпы Елордадан кеткім келіп жүрген. Мейлі, шетел ме, Шымкент пе, сол кезде бәрібір болатын. Бірақ бұйырып Шымкентке келдім. Құпия болмаса шыныңды айтшы. Не нәрсе, қандай күш сені итермеледі осында? Бір себеп болу керек қой. Асқардың айтқанынан басқа. Менің жігітім менің көзіме шөп салды. Қазір ойласам таңғалам. Қалай мен оны жақсы көрдім, қалай кездестім. Негізі екеуміз екі түрлі адамбыз. Бірақ бір жағынан солай болғанда дұрыс шығар. Кейін өкініп қалар едім. Иә. Негізі адамдардың бірін-бірі түсінуі қиын нәрсе. А сен білесің бе? Сен қаншалықты түсініксіз адам болғаның өзінде мен сені түсінем. Ешкімге өтпейтін қалжыңдарың. Солай ма? Қалай өтпейді? Менің қалжыңдарым былай Сабираға өтеді. Жарайды. Мені де тізімге қосып қой олай болса. Жарайды, онда менің қалжыңдарым өтетін екі адам. Біреуі Сабира, біреуі Дина. Қарапайымдылығың. Шли мақтап кеткен жоқпын ба сені? Шли. Жоқ, негізі шындық қой. Иә, шли. Там қатты етіп қалды. Әдемі. Қарашы, қалай күн батып жатыр. Иә, Шымкент әдемі. Айттық қой, ешкімге өтпейтін қалжыңдар. Жарайды, екі адам бар тыңдарман, иә? Не ет Сәуле? Компанияға жаңа бастық келді дейді ма? Жаңалықтың бәрін сен білесің ғой, әйтеуір. Бастық емес қой, ол серіктес қой. Қыздар, серіктес кім, бастық кім, сендерге бәрі білмейсіз ба? Я серіктес. Бәрін айтты, бірін айтты. Такой красавчик. Ақшасы бар қалтасында. Менді қызға одан басқа не керек? Қызық бойдақ бекен. Космостан сәл жерге түші Сәуле. Ана қиял әлемінен қайтсай. Ойла, несі қиял екен? Мүмкін ол мені ұнататын шығар. Мүмкін үйленіп кетеміз кім біледі. Ой, Сәуле, сен деген сұлулығымен кез келген жігітті шалқасынан түсіресің ғой. Әрине.
сұлу деген сөздің өзі маған арналған ғой. Болып, жұмыс істеңдер. Осы сендермен бар ғой, әңгіме етіп. Береке таппайсың. Осы өзін Дженнифер Лопес сезіне ма, неме? Қоя берші, қиял. Сезінем. Асқар қалай? Ана жаңадан келген қыз не болды? Жаслан, күнде жанында жүр, араларында түк жоқ. Айттым ғой мен саған. Саған ешқашан опасыздық жасамайды. Сендей қыздан айырылатын ақымақ емес шығар. Ол сені жақсы көреді. Я же знаю. Оның рас енді. Мен саған бір қызық айтайын. Ол Дина мен Абылайдың арасында бірдеме бар. Ты что? Неге өйтіп ойладың? Өткенде Абылай екеуі Абылайдың ауылына барып қайтты. Үнемі бірге жүреді. Бір-бірлеріне қарағанын көрсең, енді көздерінен ақ байқауға болады. Шаналардың екеуінің араларында бірдеме бар сияқты. Ана Абылайға вообще баяғыдан бері үйлену керек. Қой, ол әңгімені бастамай қой, шығамай қаламыз. Шын айтам енді. Айтпақшы. Мен Асқарлардың компаниясы туралы сюжет көрдім. Молодцы. Өттен ұнады маған. Молодцы. Жақсы шығыпты. Оларға не келді? Жаңа серіктес келді ғой. Сен не көрдің бұны? Көрген жоқпын бар ғой, бірақ жаным тыныш емес. Неге? Ақындап істеші ана, не болды соншама терлеп? Бір күдіктің өзі бар ғой. Түк сенімім жоқ. Ал, Мәке, келіңіз, кіріңіз. Құрметті әріптестер, таныс қойыңыздар. Біздің жаңа серіктесіміз Марат Сабитұлы. Абылай. Марат. Қуаныштым. Танысқаныма қуаныштымын. Бірнеше жыл болды бизнесте болғаныма, сондықтан менің бір пайдам тиіп қалар деп келіп қалдым. Абылай біздің бас маман, Сабира көмекшісі, ал Дина біздің пиаршымыз. Кешіріңіздер. Трезиабль. Merci, monsieur, merci. Не? Ой, сен түсінбейсің. Мәке, осы менің бөлмем Шымлаевтың жүрегі. Сене алар емес бұна. Не деген адам? Нұржан, мені қонақ үйге апаршы. Не оқып кеткен әпше? Қуыршақпын деп ойладың неге салдың әуреге жалған бақыттың уын күліп бердің мен сені сүйдім сендім үміттенім енді маған қыл деме ауыртпа жанымды жалған сөзіңмен жалғызақ өкініш қалған өзіңнен мұңға толған жүрегім ауыртпа жанымды тапшы жолыңды бәрібір білмейсің жақсы көруді мен бір солған гүлленді Ғашығым бегама, бегама, бегама Асылым меніңа, меніңа, меніңа Қаймалың болайын сеніңа, сеніңа Бегама, 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 бегама Қарала, қарақат көздеріңмен жүректі Жараладың кенеттен қайтайын көк көректі іздіңа Қалғанда бір мен үшін жарала керемет Сезім беріп мағанда сен менің тереңіме жеттіңа Байқатпай ақырын қарап шығып Әлегім бар ойды азап қылып Оны
батып қалғанымда сездің ай. Асылым сездің жүректі ездің Asılım begama, 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 begama. Мен де сені көргенім оңаштымын. Қалайсың? Шаруаң болмасын. Ал, Дина, мені құттықтасаң болады. Енді мен де сенің бастығыңмын. Мен жұмыстан кетем. Өкінішке орай шыға алмайсың. Келісім шартқа қол қойғансың. Егер де жұмыстан шығатын болсаң, үлкен соммада айыппұл төлейсің. Иә. Солай емес пе? Не керек саған менен? Диночка, өзің де жақсы білесің. Мен сені сүйем. Менімен бірге болуға келіссең, бүгін-ақ, дәл қазір, бәрін тастап, Нұрсұлтанға оралайық. Марат, бүгінгі істеген әрекетіңнен кейін тіпті армандама. Дина, қырсыққаныңды қойып, маған бір титтай мүмкіндік берсең, бәрібір жұмыстан кете алмайтынды өзіңді ақ білесің. Қайт тұр! Воу! Сені мұнша қорқақты ойламаппын. Бір нәрсе болса, кәдімгідей қаша жөнелесің. Дина. Диночка. Осы сен жынансаң өте. Сені қайда, мен шаршадым, Марат. Қадіріңді түсірмей, ұятың барда заттарыңды жинада кете сал. Мен кете алмайым. Пардон олма. Біле білсең, Шымлаевқа көп қаржы салды. Қаржыны қайтар. Дина, бұл баланың ойыншығы емес. Махаббат басқа, бизнес басқа. Мен бұл компанияға сен үшін емес. Болашақтағы табысын көргендіктен келдім. Сондықтан сен де қырсыққаныңды қойып, бірге болсақ, болмасақ та, екеуміз бірігіп жұмыс дегеніміз дұрыс. S'il te plaît? Не? S'il te plaît? Не? Французша өтінемін деген сөз. Абылай, не істеп жүрсің мұнда? Жаңа аяқ астынан сен кетіп қалғаннан кейін телефон шалсам, телефоның көтермейсің. Сен мұнда не істеп жүрсің? Марат мырза, келгеніңізге алғыс. Менде бәрі жақсы. Уайымдамай жүре берсеңіз болады. Иә, уайымдамай жүре беріңіз. Мен
Сұрақ қоям. Сельтофле. Сельтофле. Пауданы ма, Аблай? Не деді? Қай жерің флө дейді? Қалай болдың? Сыртқа шыққанымыз дұрыс болды. Іште ауа жетіспей кетті. Ja, мен таза ауа, жанға дауа дегендей. Аблай. Біздің жаңа инвестор. Менің бұрынғы жігітім. Хош. Өлі. Енді? Мен жұмыстан кететін шығармын. Неге? Өйткені мен Маратпен бір жерде жұмыс істей алмаймын. Дина, неге сенің кетуің керек, а? Мына жоба сенікі емес пе? Бастағаннан кейін аяғына дейін жеткізген дұрыс. Оның үстіне осындай қиын сәттерде өзіңнің нағыз маман екеніңді дәлелдейтін бір жақсы мүмкіндік сияқты менің ойымша. Мен де сен кеткеніңді қаламаймын. Қойыңызшы, Аблай мырза. Кім екен мені басында жақтырмай жүрген, а? Кім екен? Қараңғы бөлмеге қамап. Хош. Қаланы аралауға шықпай. Ақылың болған, сөйтті ма не? Айтпақшы ана жерде Дина ханым. Сіз өмірі жеп көрмеген. Чоткий самса бар ғой анда. Қойыңызшы. Ананың чоткий анау деген ойбай. Көресің бе? Оны әлгі айтып берген жұрт бер дейтін бе? Жүрсеңші. Ана самса бүкіл Қазақстан бойынша жоқ қой. Айтпақшы мынау біздің орыс театры. Ал тамақ дайын болады. Әзірше шайдан ала тұрыңыздар, ұялмаңыздар. Ой, біздің айғаным шайды өлтіреді. Шайды де тамақты өлтірген міне результат. Шайдан алыңыз. Сен де мақтай береді екенсің. Жөн жоқ. Шайыңыз балдай. Рахмет. Шайдан алып отырыңыздар. Марат, сіз бұған дейін немен айналысушы едіңіз? Нұрсұлтанда жеке бизнес бар. Шымкентте қайдан жүрсіз? Жеке шаруаларым келіп қалып қойдым. Оларды бір жөнге келтірген соң қайтам. Күлгеніңізге қарағанда жүрек мәселесі сияқты. Айғаным, сұрақтарын көбейіп кеткен жоқ па? Тамақ не болды? Кешіріңіз. Әсеке, Талабе, бәрі жақсы. Сіз өзіңіз немен айналысасыз? Мен ба? Мен қайырымдылықпен айналысам. Жалғыз басты аналарға көмек көрсетем, азық түлігін алып берем, жағдай төмен жанұяларға. Вот, солай. Біздің айғаным күніне бір адамға көмектеспесе бас ауырады. Сен неге сөйтесің? Не болды? Менімен біреу сөйлескісі келсе, неге сен мені кемсітесің? Менің жұмысымды жоққа шығарып? Ақыр не? Менің ойымша өте тамаша шешім. Қазір біздің елімізде шешімін таппаған әлеуметтік мәселелер жеткілікті. Міне. Сондықтан мен сіздің ойыңызды қолдаймын. Егер де қаржылай мәселесі туындап немесе қиындап жатса, мен ақ көмектесейін. Ойлайсың ба? Естідің ғой Асқар? Маған Асқар қайырымдылық қорын ашып берем деген ғой. Аблайда көмектесем деген. Бірақ Аблайдың қазір қолы тимей жүр. Махаббаттан бас айналып, аспанда ұшып жүр ғой. Аблайды көптен бері танисыздар ма? Бала күннен екеуміз доспыз. Мынандай жігіт. Мейірімді, еңбекқор. Күшті қыз кездескенде қандай қуаныштымын. Наконец-то ғой. Мұртына қарамастан. Қойшы сен оның мұртын. Кімді айтып отырсыңдар? Кім ғой? Дина, жаңадан келген қызметкеріміз. Аблай оған ес-түссіз ғашық қой. Өтеші, ана біздің Аблай үркіп қашып кетіп жүрміз. Көз тимесін. Сіз де түкіріп қойыңыз.
тағы бір рет. Тамақ. Иә, мен барып қарап келейін, тамақ. Тамақ. Қалған сияқты. Есін сезімдір. Күйіп кеткен жоқ бе? Жоқ. Жасұлан темекі тартып жатыр ма? Бізге жаңадан басшы келді. Қайдан келді? Асқар компанияның жартысын сатып жіберіпті. Соны? Енді бізде бір емес, екі бастық бар деген сөз. Бірақ бар ғой, ана инвестор маған ұнаған жоқ. Түрі біртүрлі суық па? Оның түрінде ең бар, ең басы адамгершілігі жақсы болса болды емес па? Әрине. Бірақ енді 100 жылыдан түңілме деген бар ғой. Қазір берем жан. Ол деген сөз түсі суықтан қорық деген сөз емес пе? Ой, Сайрам, осы сөздерді қайдан тауып алады жет? Енді айтпақшы, Дина ауырып қалған еді. Не болды екен? Ол не болды? Білмеймін, бағана аяқ астынан ауырып тұрмын деп шығып кетті. Артынан Абылай кетті. Хабарласайыншы. Мазалама Абылай кетсе. Бірден осы хабарын беретін еді ғой. Уайымдаудың қажеті жоқ. Мүмкін сенікі де дұрыс шығар. Ойын ойнап, тамағын ішпей қалады қазір енді. Тамағын ішші қызым. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Мен кеше негізі кетіп қалғым келген. Абылай болмаса білмеймін. Түсінбедім. Марат, біздің жаңа инвестор. Мен бұрынғы жігітім. Мына Марат па? Иә. Ол мына жаққа бекерге келген жоқ. Компанияны да әдейі сатып алды, мен білем. Ар жағында бір ойы бар, және жақсы ой емес. Кетпегенің дұрыс болды. Жұмысыңды жалғастыр. Жоқ, не үшін сен кету керексің? Сәбира мен онымен бір жерде жұмыс істей алмайды екен. Енді екеуің қол үзіп кетсеңдер, жүрмейтін болсаңдар, сенің жұмысымен оның қатысы қанша? Жоқ, бірақ қарашы, иә? Біздің компанияға келіп, тым болмағанда инвестор болған. Сен неге ашуланып отырсың? Жоқ, қандай адам? Жарайды, маған не? Декораторлардың эскизін бере салшы. Бонжур. Сәуле, сәуле, сәуле. Бүгін нағыз сәуле болып тұрсың. Шуағыңды шаш. Рахмет. Мынау саған. Күшті, қайдан біліп қойдың шоколад жақсы көретініңді? Білем, сен де сұлу қызға күніге шоколад беруге болады. Ұялттыңыз ғой. Ұялма. Дина келсе, маған кіріп шықсыншы. Жарайды. Ассалаумағалейкум. Уалейкум әссалям. Бағдыныма ренжи қоймасын, орныңды алып алдым. Жоқ. Отыра бер, ештеңе етпейді. Көңіл сыйса, бәрі сият демекші. Мен кабинетім әлі дайын емес екен. Жасұлан, менің ұлым. Маған көмектес жүр жұмыстарыммен. Райсым көп кішкентай болып, тірлікке арасқаның жақсы екен. Мен кішкентай емеспін. Әрине. Жігіт екен көрініп тұр. Дина?
Қайырлы таң, Асқар мырза. Сәлем. Жұмыс жайлы жеке сұрақтарым бар еді. Әрине. Мен барып цитадельді көріп қайтайын, де. Асеке. Балаңыз. Жаслан, жүр. Бірге барып қайтайық. Сәуле. Я? Мараттың кабинетін срочно дайындаңдар. Дайындап жатырмыз? Срочно дайындаңдар. Жақсы. Сәулем, сәулем, сәулемсің. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Баз деген көңіл күйі қоншына түсіп кетті. Иә, сол көңіл күйі жоқ, менен алады ғой үшін. Не, Дина келді ме? Ол Мұрат Сәбитұлымен сөйлесіп отыр. Біреңе болып қалды ма? Жоқ. Мен өзімде болдым, Давай. Бері. Дина, сен өте дұрыс шешім қабылдадың. Мен бастаған жұмысымды жарты жылда қалдырмаймын. Өте орынды. Бұл жоба аяқталғаннан кейін жұмыстан шығамын. Оны енді өзің білесің. Мен сенің жұмыстарыңа мүлде араласпайтын боламын. Келістік пе? Түсінгеніңізге рахмет, Марат мырза. Нағыз кәсіби маман ретінде жұмыс істейміз деп ойлаймын. Соте. Абылай. Ау. Не болды? Ештеңе. Қойшы, сені білем ғой. Сонша салың суға кетіп. Сәбира, мен ойымдап отырмын. Мәселе? Мәселе сол. Анау шаш өзін еркек сымақтың Динада несі бар? Не шаруасы бар? Мен жұмыспен шақырған шығар. Динада кішкентай қыз емес қой. Өзін қорғай алады. Ол оның бұрынғы жігіті. Вот именно бұрынғы. Ұмыт оны. Махаббатың үшін күрес. Динаны шын ұнатсаң, оған сен күт оны. Соғысқа кеткен жоқ көп күтетін. Анаға жағын сындырам бар ғой. Абылай, сен қашан келдің? Кім, қайда, не үшін? Бәрі жақсы, не... Сен қашан келдің? Жаңа ғана. Бәрі дұрыс па? Иә, жаңа бастыққа жобаны түсіндіріп келдім. Көмек керек болса айт. Иә, егер жаңа бастыққа бірге көмек болса айт, үшеуміз бірге кіреміз ғой. Мен Асқарға кіріп шығайын қазір, Отырсаңшы. Толқындай бұйра шаштарың. О, Асқар, шашың құтты болсын. Қалай жағдай? Тағың құтты болсын. Рахмет. Асқар қайда? Жұмыстарымен шығып кеткен. Жарайды онда, кейін соғырмын. Абылай, тұра тұршы. Динаны жайына қалдыр. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар. Дина екеуміз бір-бірімізді сүйеміз. Қазір ол маған ренжулі, бірақ бұл ұзаққа емес. Қош.
Жалпы бұл жағынан Дина өзі хабардар ма? Онда шаруаң болмасын. Просто шатағым болмасын, өзім білемін. Кешіріңіздер, Абылай кеттік пе? Нақұрыс. Сау болыңыз. Ашу болмас. Бізді Дина күтіп отыр. Құда қаласа бұл жоғанды да аяқтайын деп қалдық, Иә. Екеумізден зор команда шықты ғой. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дегендер бекер әңгіме. Бекер. Иә. Ертең тендерді ұтамыз. Беймарал. Беймарал. Өйткені біздің жобамыз зың ғой. Зың. Я, бұл мен біздің ең өзік жоба. Ертең беймарал ұтамыз. Кеттік пе? Екі ғашық қол ұстасып кетіп барат Шымкентке тара-тым-там-тым тара-тым-там-тым. Сәуле. Дәулет. Қалың қалай? Күшті. Не жейсің? Білмеймін. Сіз не жесеңіз, соны жей берейін. Сәуле, былай жасайық. Сіз бізді қойып, сен дегенге көшсек, қалай қарайсың? Мә, онысы ыңғайсыз болатын шығар енді. Сіз менің бастығым дегендей, шлеу оя кетпей қойық. Онда былай жасайық. Екеуміздің арамызда сен де берейік. Берем? Жарайды. Даяршы, бізге фирмалық тағамдарыңыздан екен. Бірақ кухнясы мощный. Қазақстанда бірде-бір қала жетпейді ғой біздің. Асханасы деген біздің. Міне, Лағманның құлағында ойнайтын Майра деген мен боламын. Сол сіз ба? Шымкент шулап жатыр ғой. Керемет енді Лағманы. Келіп отыр. Мән, Лағманның етін ай. Бізде Абылай мен Асқар еті жақсы көреді, Дина. Баяғыда ауылға алғаш көшіп келгенде, Абылайдың анасы күнде ет асатын. Шіркін, сол кездерді ойлашы. Қандай керемет кездері, шіркін. Молшылық қой, молшылық. Енді біздің балалық шақ қазіргілерге қарағанда сәл басқашалау өтті. Интернет, смартфон деген бәле болған жоқ бізде. Тек анау үйде телефон болатын еді ғой? Иә. Үйде телефон. Иә. Хабарласқан кезде үлкендер көтерсе болды, шаруаң бітті. Ойбай, айтпа, қыздарға звондайсың да, әкесі, мамасы көтеріп қалса, басқа біреудің атын айтып көтерсің бе? Серікті бола ма деп шатасың. Сосын магнитофонға ән жазатын бедім. Иә, ректі алысқа еттік. Регі былай тұрсын, біз оның сөзін жазып алатын едік қой, жақтап айтып жүретін кейін, е? Анау анкета деген бұл ма сендерде? Ол өзің кластасың, кішкентай ғана ауылда бірге тұрасың, бәрі бірін-бірі білет. Ана жерде аты жөніңді, адресің, түгел сұрайды, жазып бересің ғой, ұялмай. Сендерде антен туралайтын бетіндер, серіктің жағына қарай бар, серіктің жағына, оңға қарай, еді оңға қарай бар, не болады сендерде? Міндет түрде ғой. Сосын ана, білесің ба, Весна, сосын Рекорд, 220 дейтін телевизорлар болды. Пластыру бірден тауып аласың, шіркін. Қазір рахат, Майра. Дәмді ма? Зорма? Ас болсын. Майра Лағманды жайған кездеші. Ай, Нұржан, сенің жолың оған екен. Молодец, Майра. Мұнан адам жасайтын сенсің, мен білім. Балам, шешеңе айтып қойып жүрме, Балам,
қалайсыңдар? Бітті. Айырылды әкем орнынан. Кет бар еді. Айтпа десем ғой. Қалай Айырылған жоқпын. Ана Мараттың кабинеті дайын емес. Сол уақытша менің кабинетімде отыр. Ол неге сенің кабинетінде отырады сонда? Өзің кабинеті дайын болмаса, құжаттарға қол қоймайды деп өзің айтып едің ғой? Сол айқаным. Я, адам басын қатыра бермеңдерші. Шай ішейікші. Ана бала таңертеңнен бері тамақ жеген жоқ. Неге осы бірдеме болса маған айғайлап шығасың сен? А? Мен саған жаным ашығаннан айтып отырмын ғой оның бәрін. Вот көресің бар ғой, вот осыдан көресің. Айқаным сен айтты дейсің, ана бәле бар ғой, анау түйіп алған шашымен бар ғой, түрінде тұр жаман екен. Адам емес анау бар ғой, бәле бүлдіреді бір. Әдейсің, ә? Сен әдейсің, ә? Маған шаш туралы ештеңе. Шаш деген сөзді айтпаңдар. Чай қоя салайын бар. Ас болсын. Прикелсің? Сәуле, сен білесің, мен Шымкентке жақында келдім. Сондықтан ешкімді танымаймын, ешкімге сене алмаймын. Әңгіменің тоқетері сенен көмек сұрайын деп едім. Сіз мені де танымайсыз ғой? Сені бір көргеннен, Сәуле, саған сенуге болатынын сездім. Оныңыз енді рас. Маған сенсеңіз болады. Маған кеңседе көзім, құлағым болатын, бір сөзбен айтқанда бас көз болатын адам керек. Әсіресе Абылай мен Динаның не істеп жүргенін айтып отырады. Оля, олардың ғана қатысы бар? Бұл маңызды емес шығар, бірақ мен Абылайға сеніңкіремін. Жоға, кім Абылайға сенсеңіз болады. Ол ең адал адам. Бірақ адамның аласы ішінде деген. Сәуле, егер де сен маған көмектесетін болсаң, мен сені болашақта Нұрсұлтанға алып кетем. Менің компаниямда жұмыс істейсің. Рас айтасыз ба? Мен Астана деген менің арманым ғой. Келсем. Олай болса, менің жанымда болсаң, өкінбейсің. Ғашығым бегама, 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 асылым меніңа, меніңа, меніңа. Аймалың болайын сеніңа, сеніңа. Бегама, 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 бегама. Қарала, қарақат көздерімен жүректі жараладың кенеттен, қайтайын көк көректі іздіңа. Қалғанда бір мен үшін жарала керемет сезім беріп мағанда, сен менің тереңіме жеттіңа. Байқатпай ақырын қарап шығып, ендігім бар ойды азап қылып, ұнатып қалғанымда сездің ай. Асылым сездің, 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 жүректі ездің, ездің, ездің. Асылым бегама, 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 бегама.
Макося. Да. Мынау сізге. Пластмасс емес па? Қош, сен тебір. Енді кемегенде айырылысатын едік біз. Енді қазір жұмыс көбейіп кетті жаным, өзің білесің. Біздің компанияда тендерге қатысып жатыр. Оның үстіне Айханым әпшенің машинасы да бұзылып қалып, такси болып жүрмін ғой. Жақсы көретін адамына 24 сағат көңіл бөлу керек қой, уақыт табу керек. Уәде берем. Енді бәрі басқаша болады. Сізге әр уақытын сізге бөліп отырдым. Көреміз. Давай кешке бір жерге барайық. Давай. Қайда барамыз? Айтпай, сюрприз ғой. Несі қызық болмай қалды, сюрприз ғой. Давай сен тез бітір. Тез. Қайқасасаң болады екен, гүл алып көрмегеннен кейін ваза да жоқ қой бізде. D'accord. D'accord. Қазақшаға бар ма? D'accord. Жоқ. D'accord. D'accord. Соссаңыз да болады. D'accord. 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 Міне, келе жатыр. D'accord. D'accord. Мә, керек. Не істеп осың? Здесь сол французша. Жарайды, көш. Қумай. Аске, Марат. Біз Дина екеуміз идеяларымыз біріктіріп, бір жақсы жоба дайындап келдік. Жарайсыңдар. Мен айттым ғой, екеуіңнен керемет команда шығады деп. Асқар мырза, мен осы жобаға шақырғаныңыз үшін көп рахмет. Дина, сізге көп рахмет. Мен айтқан басында екеумізден жақсы команда шығады деп. Қой, сен айттың ба, мен айттым ба? Иә, сен айттың ба, жарайды. Бәсе, мойында сон. 2 күннен кейін тендер, міндет түрде біз сол тендерді ұтамыз. Жарайсыңдар, жобаны көрсек болды ма? Ертең презентация жасаймыз, сол жерде бәріміз бірге тамашалаймыз. Иә. Ал, кеттік онда біз. Көрсе берейік. Жарайды. Жақсы. D'accord. Кеттік. D'accord. Оны жаттадық, басқа сөздер қалай? Тым нағыздың оқа жырлар бітпейтін болды ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәуле Серік қызы осында істей ма? Иә, мен. Онда мына гүл сізге? Оля, точно мама? Иә? Сау болыңыз. Мен өмірімде бірінші рет гүл алып тұрмын ғой, мынаны суретке түсіп алу керек қой. Инстаграм шулатайын. О, Сәуле, көңіл күйің жақсы сияқты ғой, бірге түсейік. Гүлдің шыбында қыстырып. Гүл кімнен? Жақын арада Шымкенттен құтылам. Олай деме. Су ішкен құдығыңа түкірме дейді қазақ. Әлі-ақ сағынасың кеткен кезде Шымкентті. Сабира, көре алмасаң көре алмаймын деп айт. Ой, көре алмайтын несі бар. Ана, алдыңғы құжаттарды қараш. Қазір жіберу керек па? Сен кайф табу болмайды. Күшті ма? Күшті. Кең, тура, бәрі жақсы. Ойлаш қазір, жөнде жұмыстар бітсе, бұдан да көркейіп шығарды. Ой, тоқта. Асқарға бір ауыз сөз звондап айта салайын? Көрдік деп. Менен сәлем айт. Тоқтап қой. Алло? Алло. Отағасы? Ау, офисті көрдіңдер ме? Иә, көрдік, міне қазір шықтық. Қалай, ұнады ма? Керемет. Иә, ұнады. Жақсы. Жанна да мақтап жатыр. Сәлем айт оған. Ой, жеттім, бұл күнге жеттім. Сенің арқаңда сен болмасаң. Рахмет саған. Оқасы жоқ. Мен... Де? Иә. Қазір ескі қаладамын. Жақсы. Сөйлесе алмаймын. Болды, жарайды, үйде кездескенше. Жарайды. Бетінен сүйді. Пока. Пока. Ой, байыңмен әмпай-жампай болып кетіпсің ғой, тура. Енді әмпай-жампай болмай. Сол кісінің арқасы емес па, бұл қорын ашылайын деп жатқан. Үлкен бір жобаның біреу болайын деп жатыр. Күйеулерінен қорлық көрген әйелдерге, жағдайы төмен әйелдерге қолдау көрсетеміз, көмек болайық деп жатырмыз. Құдай бұйырса. Ай, ханым, сен жарадың. Мен басында сенбеп едім.
бірақ қазір қолынан келетіндігіне көзім жетті. Жанна, молодец. Сен сенбесең кім сенеді маған? Жоқ, мәселе сенің емес қой. Мен алдында басында жай уақытша нәрсе болады деп ойлағам. Ал қазір сен тура шындап кірісіп кеткенсің, көрініп тұр. Ойсың құтты болсын, Рахмет. Жуаныз ба? Жуан. Келесі бетін өтші. Міне осы жерде кешке болатын ана керуен шоу бар ғой? Иә. Соның көбірек өнерпаздар, әртістер қосу керек. Не дейтін ал? Адам көп болған сайын визуалды тұрғыдан әдемірек болады, Иә, сондай. Түсіндім. Онда мен бұларды өзіме түртіп алайын. Иә. Сосын жобаға енгіземіз. Ескі қаланың өмірін шынайы етіп көрсетуіміз керек қой. Қаланы көре алмағандар 3D турдан көре алады. Күшті. Негізі идеяларың мықты. Рахмет. Айтпақшы, анау амфитеатрында құрылысы бітіп қалды. Қойш, шынымен ба? Ойбай, амфитеатр бітейін деп жатыр ма? Соны ойлап тұрмын, мүмкін аптасына бір рет сол жерге қойылым ұйымдастырамыз. Мысалы, біздің Шымкенттің талант жастары көп қой. Солардың шығармашылық кештерін ұйымдастырайық. Керемет ой. Біз ертең мына жобамызды бұйырса қорғап алайық, содан кейін барып кірсеміз. Тұра тұрыңыздаршы. Иә, айтпақшы. Ең басты мәселе бізде мынаны қорғап алу керек. Сосын, электронды гид мәселесі не болды? Дизайнер тауып тапсырыс бере аламыз ғой, Әрине, кеше бірнеше кісімен кездестім. Олардың жобалары да дайын. Солардың ішінен біреуін таңдап аламын. Сосын, Сабира, жаңа дизайнерге міндетті түрде құлағына құйып тұрып айтшы. 3 тілде болатын болсын. Иә, мен оны айттым. Міндетті түрде. Ал әріптестер, меніңше біздің жоба аяқталды. Аблай, сен компьютерінде тұра берсің, осы жерге сақтай салам, Саулям. Тұра берсің, Қалайсың, Сауле? Күшті. Анда не? Бағанағы құжаттар ғой. Қайын берші. Жоқ, Сауле, бұл емес, басқасы. Көк папкіде тұр. Көк тепон қызылында тұр, қызылда. Алло? Біздің бала кезімізде үлкендер айтушы еді, осы жерде ескі қала бар деп. Ол кезде мән бермейміз ғой. Шөгі өскеткен әйтеуір бір дөң болады. Содан жылдар өте берді. Менің бір танысым бизнесмен. Осы жерді сатып алып, бір құрылыс бастамақшы болған ғой. Содан қазба жұмыстары басталды. Астынан көне жәдігерлер пайда бола бастады. Содан шудың көкесі басталып, Қазақстанның түкпір-түкпірінен, шетелден ғалым археологтардың барлығы жиналды ғой. ЮНЕСКО-ға дейін шығып кетті. Содан 2200 жыл бұрын осы жерде ескі қала болды деп үлкен бір қағазға мөр басылды. Ой. Иә. Сөйтіп, осы жерде осындай бір керемет цитадель пайда болды. Енді біздің жобамызға осы нысаналардың барлығы кіреді. Жаңа көрсеткен ана хаузымыз бар, осы нысаналардың бәрі кіреді. Ертең Дина мен Аблай жобаны бітірсе бәрі жақсы болады. Аблай, қаншалықты сенуге болады ғой? Біздің Аблай енді қарапайым болып көрінгенмен өте керемет идеялары. Оның үстіне Дина мен екеуі бірікті. Иә, Дина өз ісінің маманы. Әрине. Не болса енді ертең көреміз. Көреміз. Жүргіз, ана жерде тағы бір нысананы көрсетейін. Болды, осы жақта қала берсін.
Шығамыз ба? Ой. Ей, тұрың алып кетті оны. Бәрі дұрыс па? Не болды? Не болды сенің жайшылық па? Майраға осы жол сөз салмасам болмайды. Точно тастап кетеді. Енді осыны жаса онда. Жөт жасаймын ғой. Ой, енді неге дергі болып тұрып айтсаңшы енді? Қаражат жағынан сәл қысылып тұр. Сөзін ашық. Ол менен романтика күтеді. Ана гүл дейді, ресторан, лимузин, ана жүзігі бар. Оның үстіне Шымкентте қайырде жасаймын, баратын жерде жоқ. Ескі қалада істе. Ескі қалада? Иә, ескі қалада өткен ол жердің атмосферасы керемет, ерекше. Я, дым ойымнан, беймарал. Сақинаңа Абылай тәтең отвечай. Серьезно? Серьезно. Онда былай істейікші. Сізден жүзік, Майра ұзын лимузиндерді жақсы көреді. Сізден ақ лимузин фотосессияға келеді. Көке, қайда? Қойсы осында чемпионский вариантымде. Кейін үйленген кезде тойында сыйлық жасаймыз. Тойда береміз оның бәрін. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Әрине, оған да рахмет. Өлі. Мына сөзді кім айтып тұр? Атам қазақ айтқан мен емес. Кеттік. Жаңағы жүзікті ше. Болды қақылдама. Сәуле, осы қалаға келгелі бері көп нәрсе түсіндім. Қала әдемі емес, оны әдемі қылатын адамдар. Сен болмағанда не істер едің? Ашып кетсең. Тек жұмыстарыма ғана емес, кез келген мәселені шешіп көмектесіп жүргенің үшін рахмет. Оқасы жоқ. Сендей сұлу қызды байқамай жүрген жігіттер де ақымақ. Иә, Сәуле, сен маған ұнайсың. Сен де маған ұнайсың. Олай болса, бірге болайық, Нұрсұлтанға барайық. Барайық. Бірақ кетпес бұрын, Сәуле, маған бір жұмысты бітіру керек. Не жұмыс? Абылайдың компьютеріндегі жобаны көшіріп алып келуім керек. Жобаны? А оның не қатысы бар? Көп сұрақ қойма. Егер де сол жобаны алсақ, бәрі бітті. Нұрсұлтанға барамыз. Бірге боламыз. Майра, мен сені болашақ жарым ретінде көргім келеді. Өмірімнің соңына дейін саған қорған болып, әрдайым қиыншылықта, қуанышта жаныңнан табыла білгім келеді. Фу, не айтып жатырмын мен? Жоқ. Майра, менің саған деген махаббат сағынып та келемін ғой. Майра жан, өзіңді мен среда болса да келіп тұрмын ғой. Майра. Не істеймін, Майражан, сенің үшін жаным пида. Құрбаның болып кетейін. Қас. Как обычно, Майра. Көңілім саған деген толы сезім. Не істеп жүрсің? 2 сағат болды ғой күткеніме. Айыптешкес. Не қыламын мен бұны? Саған енді. Ұрлап әкелдің ба, не істедің? Тоқташы, ойын жинақталайшы. Короче, енді білесің ғой мен романтика, анау-мынау жоқпын. Қалай еді?
мен сені ұнататын білесің. Бір жастықта қартайғым келеді мен. Үшін қысқасы үйленейікші. Срочно бақытты болайықшы. До конца ма? Шын сүйген адамың осылғаннан артық бақыт жоқ шығар. Екеуің бақытына қызығып та, қызғанып та қарап тұрмын. Нұржан бағана әлде қандай тәлпіштен ойбай мен романтик емеспін деп жатыр еді. Әңгімені жіберіп жатыр ғой. Менің ойымша адамдар бір-бірін сүйсе, сөздер өзінен өзі шығады. Мүмкін. Сен жаңағыдай сөз айтылар ма едің? Өлә деп па? Сваркілеп тастаймын ғой дейм ба? Оны не істейсің? Бәрі түсінбедім. Сәуле, бұған басыңды қатырмақ қой. Одан да саған не дайындап қойғанымды қарашы. Әне. Ол не? Ашып көр. Айбы, мынау шлей қымбат емес пе? Жай ештеңе, күшті екен. Алып кел, мен саған тағып берейін. Асықпа, мен әкей. Қиналып кеттік қой. Қалай екен? Сен айтсаңшы қалай? Жараса ма? Күшті жарасады. Кішкене былай жарса. А былай ма? Иә. А былай ашайын ба? Бұл жерде Қорған қала тарихы көрсетілген, яғни Шымкент қаласындағы Қорған қаласы, яғни цитадель, біздің заманымызға дейінгі 3-2 ғасырдан бастап біздің заманымыздағы 19 ғасырға дейін жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштерінің бірі, яғни Қазақстан Республикасы үшін ерекше археологиялық объект болып табылады. Талдама жұмыстары және зерттеу. Сонымен қатар
бар деректер көрсетілген, яғни жасыл түспен қазба жұмыстар аумағы, яғни 2017 жылғы, ашық сары түспен 2018, сары түспен 2019 және көк түспен 20 жылғы қазба аумағы көрсетілген. Ары қарай ішкі абаттандыру, яғни тұрғын аумақтары, оңтүстік қақпа, амфитеатр, хаус, солтүстік батыс қақпа, мұражай және де туристік мастер, яғни жоспар. Шеберлер аумағы, тарихи этнографикалық аумақ. Сонымен соңында шоу болады. Презентациямыз осы. Керемет. Жақсы, маған ұнады. Мұндай жобамен жеңілуіміз мүмкін емес. Әрине жеңілмейміз. Осы жобаны біз атап өтпесек болмайды. Барлықтарыңызды мен мейрамханаға шақырамын. Атап өтейікші. Ал Асқар, сонымен қай мейрамханаға баратын болдық? Ең зорына барайықшы. Ең зоры. Сандық қой енді бізде, соған барады. Соған білсе, соған кеттік. Сәуле, мына құжаттар тендердің құжатына қоса қойшы. Жақсы. Алқың әдемі екен. Қымбат сыйлық. Рахмет. Сәуле, сен ол адамға сенімдісің бе? Мынаны сыйлаған адамға мынандай қымбат сыйлықтарды ешкім оңайшылықпен бермейді. Бірдеңге орнып қалмашы әйтеу. Сабира, кішкентай бала емеспін ғой, білемін өзім. Енді мен де сен кішкентай бала деп тұрған жоқпын ғой. Сенен үлкен әпкең болғанын күйініп айтып жатырмын. Енді рахмет әрине. Бірақ уайымдайтын ештеңесі жоқ. Болды, мен жұмыс істеуім керек, уақытым жоқ. Сабира. Жақсы, өзің білесің. Мәге, алып отырыңыз. Сәлем. Екі қос қашық келді. Қосақ қуде. Екі ғашық, қол ұстасып, тура сендерге айтылған. Болды, қойындар шадым дей алпай. Жоқ, енді сендерге созып жүретін уақыт жоқ қой негізі. Дұрыс айтады. Ұялатын несі бар? Тендерден кейін той жасаймыз, болды. Асқар. Болды. Тойға барамыз. Қоя салыңыздар. Кешіріңіздер. Алло. Құттықтаймын. Алло. Я. Мен түсініп тұрмын. Жоқ, енді сіздер... Жарайды. Келістік. Сау болыңыз. Асқар, тыныштық па? Маған әкімдіктен хабарласты. Біздің жобамызды басқа бір компания бізден бұрын ұсыныпты дейді. Қалай сонда түсінбедің? Білмеймін. Плагиат деп отыр. Тұра тұр. Жобаның соңғы нұсқасы кімде болды? Қателеспесем, Абылайда. Қалай ойлайсың, Абылай бөлдіру мүмкін бе? Ой, жоқ. Абылай онда итікке бармайды. Жоқ. Қазір әске. Бару мүмкін. Сен білмейсің ғой. Оның ішіне кіріп шыққан жоқсың. Ол саған өшігіп жүру мүмкін. Жоқ. Мәкен, Абылай мені бала күнгі досым. Жоқ, мүмкін емес. Онда кім? Жоба Абылайда болды. Оның компьютерін ешкім аша алмайды. Досым деп кек алғысы келген шығар. Асқар, өзің ойла. Компанияны бірге ашасыңдар. Сен бастықсың. Бүкіл мәселенің бәрін сен шешесің. Кез келген адам ашуға түсуі мүмкін. Көре алмаушылық. Асеке, уайымдама. Менің жоғарыда таныстарым бар. Оларға мен
жобаны біз бірінші өткізгенбіз деп көрсетеді. Олар шешіп бере ала ма? Әрине. Рахмет, Мәке. Рахмет. Сосын, әзірше бұл жағдайды ешкімге айтпай ақ қой. Ертең таңертең айтамыз. Жарайды, келістік. Жүр. Қарашы енді, мынандай қалан қалақ кетіп кетесің. Иә. Шымкентке әбден үйреніп алған сияқтымын. Тіпті осы жақта өмір бойы тұрып келе жатқан сияқтымын. Енді осы қалада қайтып қалудың амалын жасау керек сияқты қалай ойлайсың? Оның үстіне менің саған деген сезімді өзіңді жақсы білесің. Білмеймін. Айтпадың ғой. Айтпадың ба не? Онда айту керек ау шамасы, иә? Солай сияқты. Мен сені бір көргеннен бірінші күн ұнатқам. Маған ұрсын. Сол себепті қамақ кетуге тура келді. Асқар, не болды саған? Күні бойы көңіл күйің жоқ қой. Жобалардың бәрі өтті емес пе? Бәрі жақсы қой. Әкімшіліктен хабарласты. Біздің жобаны басқа бір компания бізге дейін тапсырды дейді. Марат енді Абылайдан көріп отыр. Қой, сенбеймін ондайға. Абылай ондай адам емес, өзің де білесің оны. Білем. Бәлкім, білмеймін. Қойынды қызбалыққа салма. Ақ-қарасын ажыратып алады мен. Одан кейін бір шешім де табылар. Әке, мен бүгін Сәуле мен Маратты бірге көріп едім осы. Екеуінің арасында бір нәрсе бар сияқты. Сен неге ұйықтамай жүрсің? Саған не көрінді? Арасында бар ма, жоқ па? Біздің шаруамыз емес ол. Бар ұйықта жүгір. Енді не болады? Марат бәрін шешем дейді. Құжаттарға қол қойды ма? Әлі заңгерлерде. Ғашығым бегама, 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 асылым меніңа, меніңа, меніңа. Аймалың болайын сеніңа, сеніңа. Бегама, 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 бегама. Адала қарақат көздеріңмен жүректі жараладың кенеттен қайтайын көк өректі іздіңа.
қалғанда бір мен үшін жарала керекме сезім беріп мағанда сен менің тереңіме жеттің байқатпай ақырын қарап шығып ендеген бар ойды азап қылып ұнатып қалғанымды сездің асылым сездің жүректі ездің асылым Асқарик. Арулар, келасамыз. Кезір. Я досым, шақырттың ба? Ой, кешірмедім. Бас етке. Біздің жоба өтпей қалды. Неге? Көш. Қалай сонда? Иә. Плагиат дейді. Асқар. Қалай плагиат, оны өзіміз істедік, қанша күндік еңбегіміз бар. Білем. Бірақ біздің жобамыздың соңғы нұсқасын басқа бір компания бізге дейін тапсырып үлгеріпті. Қалай ол? Сол үшін сендерді осында шақыртып отырмын. Енді? Жобаның соңғы нұсқасы кімде болды? Менде болды, менде, иә. Сол жоба басқа компанияның қолына қалай тиді? Білмеймін. Жо, Асқар... Сонда... Менен күмәнданып отырсыңдар ма? Жоқ. Асқар. Мен сен көзіңнен бәрін көріп тұрмын. Егер кінәлі адам керек болса, мен болай не істеймін енді. Жақсы. Абылай, мен сені ұрлат деген жоқпын ғой. Асқар, қоя сал, мен сені түсіндім. Ту, Асқар. Өзің де білесің, біздің командадан бұндай жұмыстың шығуы мүмкін емес. Енді ол жоба ауамен ұшып барды ма не? Сеніңсің бе? Дина, нені айтасың? Марат өтірік ақымақ болмашы, а? Солай болса ше. Не деген адамсың сен, а? Оның бәрі сен үшін. Иә. Басында мен кеткенің де бұлай болушы ме? Енді бұл компанияның күлі көкке ұшқанын көресің. Не ойың бар сен? Кеттік. Нұрсұлтанға бірге қайтайық. Шынымды айтсам, мен де бұл ойыннан шаршадым. Басымды қатырма. Дина, сен мен білесің. Жақсы білесің. Сөзімде тұратын адаммын. Егер де мен кетпесең, мен бұл компанияны жоқ етемін. Қолымнан келеді. Бұл олардың жеп отырған наны, жұмысы. Менімен бірге болсаң, нанын жеп, жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Абылай мені жақсы көреді. Және сен оны жақсы білесің. Абылай. Есімнен шығармасам, атамның бір сөзі бар еді. Көзден кетсе, көңілден кетеді. Иә.
ұмытарсың оны. Біз әлі бақытты боламыз. Ал Абылай мен Асқар уайымдамай қой. Қол ұстасып бірге бақытты болады. Абылай менен оңайшылықпен бас тартпайды. Сен ақылды елсің. Бір амалын табарсың. Бас тартқыз. Алло. Алло, Абылай, қайдасың? Жолда. Офиске кел, сөйлесейік, кім кінәлі екенін табамыз. Сабира, мұны жасаған мен емес. Білем, мен саған сенем. Асқар... Айтпашы маған сол Асқарыңды. Өзің ойлаш, бала кезден бірге өскен досың сенбегені менен күдіктеніп тұр ол. Білгендеріңді түсіңдерші. Егер өзіңнің кішкентайдан бірге өскен досың сенбесе, оны білмеймін басқаларды не күтуге болады, Сабира, айтшы маған. Не күтуге болады? Абылай, оның да өз себебі болған шығар. Сен қайда бара жатырсың? Мен ауылға кетіп барам, Сабира, бол. Мазамды алмаңдаршы, ойлануым керек. Әй, бұл Абылай ғой. Не? Бұл не жүр? Абылай, бәрі дұрыс па қолым? Жақсы апа, аман сен. Қалайсың, балам? Жақсы. Мен біраз күнге демалысқа келдім. Не ғой? Көңіл күйі жоқ сияқты ғой? Білмеймін ғой, не болған. Ой, Аллай. Құдай-ай, тағы қайталанды. Ұяң, мінезің, нәзік жұмсақ жүрегің, ұяңдарға өмірде қиын. Ұяң, мінезің. Жүріңіз. Сырға Қыдыра береміз ба? Қарсы болмасаңыз, ұяңдарға жүріңіз. Жүр. Қиын. Әдетіні әлсіздер ойлайды.
дүрекені мақтылап қалсан айды баяу айтқан Ойнама жүре беріңіз мен. сөзді Бірақ қоямын. Өлә деп па? Осындай қиын сәттерде өзіңнің нағыз маман екеніңді дәлелдейтін бір жақсы мүмкіндік сияқты менің ойымша. Мен де сен кеткеніңді қаламаймын. өтінемін өзгермеді Қойыңызшы, Абылай мырза. Қарапайым болатын. Шли мақтап кеткен жоқпын ба сен? Шли. Сен шымкентский вариант үйреніп оқсын ба? Антен туралайтын бедіңдер. Серіктің жағына қарай бар, серіктің жағына. Оңға қарай, енді оңға қарай бар. Онда айту керек ау шамасы, иә? Солай сияқты. Мен сені бір көргеннен бірінші күн алматқам. Бонсуай дейін. Бұл кім тағы? Сәуле? Сәлем. Кір. Сен кетіп баратсың ба не? Сен маған айтқан жоқсың ғой. Саған айтайын деген, мен Динамен кетем. Не? Сәуле, бұл уақытша ғана. Одан кегімді алған соң, оны тастаймын. Сосын қайта оралам. Саған, мен сені сүйем, екеуміз бірге боламыз. Марат, мен саған сенгем. Сен мені алып кетем дегенсің. Әрине алып кетем, бірақ қазір емес. Сәуле, Динаның шаруасын шешіп болған соң, мен міндетті түрде қайта ораламын. Бірақ оға дейін маған хабарласпа, хатта жазба. Мен өзім хабарласам. Жарай ма? Сәуле, бері қараш. Мен уәде бердім ба, орындайым. Қазір қайта қой. Мен сені сүйем. Еш ойымдама. Шын. Үйге бара ғой. Деко? Не? Маңызды емес. Сәуле, еш ойымдама. Келем дедім ба? Келем. Кездескенше. Ойласам, ойыма оралады бейнең. Сағынсам, сарғайып сыздайды денем. Сәбира, сонда сен де жұмыстан шайын деп жатсың ба? Иә. Абылайдың бұлай жасау мүмкін емес. Оны өзің де жақсы білесің. Иә, жақсы білем. Енді? Бұның бәрін Марат әдейі ұйымдастырып жасап отыр. Не үшін? Не керегі бар ол?
Оған Динаның ұнайтынын бәріміз білеміз ғой. Ол Дина үшін Шымкентке келді. Дина үшін біздің компанияға инвестор болды. Сабира, ол бәленбай миллион жоғалтады. Адам әйел үшін ондайға бармайды. Әйел үшін ер адам не істемеген? Бірақ Абылай да ондайға бара алмайды. Әрине. Өзің ойлан енді. Асеке, мен Нұрсұлтанға қайтып барам. Енді сіздердің жұмыстарыңызға кедергі келтірмеймін. Қаржы да салмайым, серіктесте бола алмайым. Түсінбедім, қалай? Солай, біз құжаттарға қол қойған жоқпыз ғой. Жоқ, сондықтан ешқандай мәселе туындамайды деп ойлаймын. Иә. Асеке, сіздерге сәттілік тілеймін. Ешқандай реніш болмасын. Ағай уақ. Мұрат, сен мені алып кетесің ғой, я? Келесің ғой қайтып, я? Соле, сен сұлусың, ақ көңілсің, негізі бақылдысың. Бірақ ренжіме. Мен қайдам, сен қайдасың. Мұрат. Дина, Абылай ауылға кетті. Мүмкін екеуміз бірге барып қайтамыз. Мен Абылайға бара алмаймын. Неге? Кетіп бара жатырмын. Қайда? Сабира, менің Шымкентте ұзақ уақыт болу албастан жоспарымда болмаған. Сондықтан уақыт келді. Нұрсұлтанға оралу керек. Түсінбедім. Сонда сен Маратпен кетіп бара жатырсың ба? Дина, Мараттың қандай адам екенін өзің жақсы білесің. Асығыс шешім қабылдаудың керек жоқ деп ойлаймын. Мүмкін тағы да ойланасың. Мен бәрін шештім. Сабира. Онда өзің білесің. Өзің шеш. Асқар Төлегенұлы. Сәулем азамдалма. Сізге бір нәрсе айтым керек. Менің басым қатып жатыр. Той аға Маратқа байланысты. Ол туралы мүлде ештеңе естігім келмейді. Жобаны ұрлаған сол. Не? Жобаны ұрлаған сол.
Аблай. Ей, не жатсың мынау? Аблай. Тасташы мынау. Күрсінбе, мүрсінбесінесің мынаның. Бекер келдің, Асқар. Бекер келдің, бар ғой. Осының барлығын Марат әдейі жасапты ғой? Маған бәрібір. Бәрібір дейсің. Дина сені жақсы көреді. Осының барлығы біледі. Тұр дейміз. Асқар, ана Динаң бар ғой? Иә. Мен жақсы көрсе, кетпесе. Ойлаш, досым екі рез қыз тастап кетті. Ұялмай хат жазып кетеді. 8 рет болса да. Дина сені жақсы көреді. Сен өзің де соны білесің. Білмеймін. Олар тоқтату керек деймін саған. Содан ары кетсін. Тұр деймін саған. Бармайым. Тұр. Тұрмайым. Тұр деймін саған. Тұр деймін саған. Барасың. Солға. Бол. Дина. Дина. Сен сол саяқы мазақтар үшін көңіл күйін түсіріп отырсың. Диночка, біз Нұрсұлтанға кетіп бара жатырмыз. Кетіп бара жатқанымыз дұрыс болды. Иә. Біз бұл қала үшін лайықты емеспіз. Бұл жақтың адамдары мүлдем басқа әлем ғой. Ашық, жарқын, мейірімді, себепсіз көмектеседі. Танымаса да қал жағдайын сұрайды. Ең бастысы адамды адами қасиеттері үшін жақсы көру керек. Иә. Адами қасиет үшін жақсы көру керек. Дұрыс айтасың. Здравствуйте, добро пожаловать. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Добро пожаловать. Асқар, күзетші жібермейді біз қазір. Уайымдамашы. Өзім шешем қазір. Ассалаумағалейкум, бауырым. Қалай? Сендердің бастықтары серік емес па? Жоқ. Дұрыс, мақсат. Жоқ. Бейбіт, дұрыс қой. Міне, сол бейбітке сен айт, жаңа Асқар аға келді де. Сол Асқар аға не деп айтты? Асқар аға не деп айтты? Ертең саған 50 000 теңге премия жазып берсін деді. Түсіндің бе? Шын ба? Әрине. Жұмысын керемет жасап жатсың. Молодец. Мені танисың ба? Жоқ. Шымлайф компаниясын білесің ба? Соның директорым ғой мен. Добро пожаловать. Извините, вы куда? Ваш посадочный талон. У нее! Дина! Өтінем. Кетпеші.
Мен сені сүйемін. Мен сені сүймеймін. Онда көздерің неге басқаша айтып тұр? Басты қатырмай кетші. Сүймеймін деді ма? Сүймейді. Сен бар ғой, сен араласпа, сенімен әңгіме бөлек. Дина, маған сенсіз өмір жоқ екенін өзің де жақсы білесің ғой. Өтінемін олай істемеші. Кетпеші сен. Жігіттер, бір минут. Алып кет. Бір минут, жігіттер. Қазір бір ауыз сөз айтамын да шығам. Сәл күтіңдерші. Дина, өтінемін, кетпеші. Шын айтам, мен сені сүйемін. Мен де мына қалада сені жақсы көріп қалды. Егер сен кетсең, бұл қала қаңырақ бала, түсінесің ба? Өткендегі жазғандардың бәрі жалған екенін білем. Және мына нақұрысқа сенбеші. О, сильвопле, Аблай, қумаш. Алып кетіңдер, бол, жігіттер. Жүр. Дина, кетпеші, өтінем. Мен сені сүйемін, намысым. Дина! Жігітте болам, ешқайда кетпей. Дина! Дина! Мен сені сүйем! Дина, пожалуйста, кетпе! Дина! Басың істейме сенің. Кеше ғана кездесіп, бүгін мәжбүр болдық қоштасуға. Кеше ғана жүздесіп, бүгін көңіл қайта сығуда. Маған тиесің ба? Маған тұрмысқа шаш. Aramızda